Бук спойлер. Унайдар Балмолда. Баянғара романы. Атты жаңа баяндау арқылы қазақ халқының мал менен сонда жіті қатынасын, жігі айырылмас қатынас екенін бір-біріне деген сүйіспеншілігі. Енді мысалы қазақ адам баласы өміріне мал уақыт келді ғой. Вот соны осы баянғарада жылқы мен адамның бір-біріне деген сүйіспеншілігі, махаббаты. Сол арқылы, сол роман арқылы соны баяндаған. Оларда мысалға баянғараның Ресейден алып кеткеннің өзінде, ол өзінің еліне деген сүйіспеншілігі көріп қандай адам, оны адамда да сен деп қарағанда. Ол содан қашып туған жеріне кетті. Адам баласы деген өзіне жеріне деген сүйіспеншілігі дегенді сол жылқы арқылы білдіріп тұр. Соны мен түсінігім бойынша баянғара ол ана Москваға алып кеткеннің өзінде де тұқым аламыз деп алып кетеді ғой. Соның өзінде ол соған берілмей, сол қамаушылыққа көнбей еліне келмейді. Отаршылық кезінде сондай болған. Соны баянғара арқылы аптап жеткізіп отыр халыққа. Мен түсінігім солай. Баянғара өте жақсы роман жазды.